Сәлем қыздар, бүгін сіздерге шарлотка пирогын, яғни алмалы бәлішімізді жасап көрсетемін. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің пирогымыз өте жұмсақ, әрі дәмі керемет болады. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай және де миксерсіз дайындалады. Егер де менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіздер. Барлық керек затты әдеттегідей описанияда қалдырамын. Ең алдымен шұңғыл таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз, содан соң шекер қосамыз. Енді жұмыртқа мен шекерімізді аппақ көпіргішке айналғанша 3-4 минут венчиктің көмегімен жақсылап шекер ерігенше араластырып алыңыздар. Содан кейін бір кесе сұйық май қосамын. Оны да жақсылап араластырып алатын боламын. Енді қаймақ қосуымыз қажет. Мынау менде қолдың қаймағы. Сіздер дүкеннің қаймағын қоссаңыздар да болады. Қаймағымыз ерігенше жақсылап араластырасыздар. Содан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және де разрыхлитель саламыз. 1 шай қасық. Енді жақсылап қою масса болғанша венчиктің көмегімен араластырып алыңыздар. Алманы алдын ала турап дайындап қойыңыздар. Менде 2 үлкен алма қажет болды маған осы пирогқа. Біреуін майдалап 4-1-леп турадым. Ішіне салу үшін. Мінекей оны салып, жақсылап араластырып алдым. Содан кейін майланған формама қою массамызды құямыз. Егер сіздерде пергамент қағазы болса, пайдалансаңыздар болады. Мінекей майланған формаға барлығын салып, бетіне қалған бір алмамды әсемдік үшін қолданып шығамын. Осылай дұрыстап жіберіңіздер лопатканың көмегімен. Енді қалған бір алмамызды осылай әдемілеп орналастырып шығамыз. Пирогымыз негізінде қызып тұрған пеште алдын ала 180 градуста 45-60 минут аралығында піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет. Ауызашарға жасаңыздар. Керемет болып шығады. Мінекей барлығын осылай орналастырып шығасыздар. Егер менің видеом ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Мынау піскеннен кейін түрі. Бетіне әсемдік үшін қант пудрасын сепсеңіздер болады. Одан да бетер біздің пирогымыз әдемі болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.